Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай жасалатын айналдыру дөңгелегімен жасауды үйренетін боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Spinning Wheel сервис арқылы кез келген түрлі мақсатта қолдануға болатын айналдыру дөңгелегімен танысатын боламыз. Алдымен айналдыру дөңгелегі қалай айналатындығын сіздерге көрсетейін. Ортасын басқан кезде айналдыру дөңгелегі айналады. Шыққан есімді кетіруге немесе қайта айналдыру мүмкіндігі бар. Енді осы айналдыру дөңгелегін қалай жасау жолын сіздерге үйретейін. Алдымен сіздер новый дегенді бастайсыздар, жаңа түрін сервиске. Енді оқушылардың тізімін жазып қою үшін алдымен бортқа дайындап аламыз. Редактировать дегенді басамыз. Осы жерге оқушылар есімдерін алып келеміз. Дизайнын таңдаймыз, яғни мына артқы көк фонды өзгертуіміз керек. Осы жерде өзіне арнайы сервистің бірнеше дайын шаблондар берген, соларды таңдауыңызға болады. Осы жердегі тақырыпқа байланысты фонды қоюға болады. Дайын тұрған интернеттегі суретті қоюға болады. Ол үшін изображение деген жердегі қасына открыть дегенді батырманы басасыздар. Мысалы мен артқы фонға кітаптың суретін қою үшін ағылшын тілінде book деп жазамын. Бір суретті таңдадым. В порядке дегенді басамын. Содан кейін барып тағы да в порядке дегенді басу керек. Сол кезде артқы фон өзгереді. Енді осы жерде музыкасын өзгертуге болады. Мына жерде настройка дегенді бассаңыздар, үшінші тұрған батырманы, барабан айналған кездегі звукты өзгертуге болады. Жалпы өзіңізге қайсысы ұнайды, кез келген музыканы осы жерден өзіңізге ұнаған біреуін таңдап қойыңызға болады. Бірнеше түрлері бар. Таңдап алғаннан кейін дизайн таңдауға болады. Яғни мына жердегі колесодағы суреттердің фонын өзгертуге болады. Кез келген біреуін таңдап, әрқайсысын біреуін таңдап қоюға болады. Таңдап болғаннан кейін осы жердегі ортасындағы сурет қоюға болады, немесе текст қоюға болады. Дайын тұрған суретті таңдап қоюға болады. Жасап болғаннан кейін мына жердегі жазуды жауып қоюға болады. Ол үшін скрывать дегенді басасыздар. Жасаған жұмыстың сілтемесін көшіріп алып, бөлісуге болады. Ол үшін доля дегенді басасыздар. Енді барабанды полный экранда көрейік, қалай айналатындығын. Айналдыру дөңгелегін тағы да бірнеше түрлі мақсатта қолдануға болады. Мысалы, екі дөңгелекті жасап, одан кейін бірден айналдыру мүмкіндігі берілген. Ол үшін жоғарыдағы шеттегі вращать все дегенді басасыздар. Шыққан оқушы бекзат бірінші сұраққа жауап береді. Келесі, тағы да мынадай түрлері бар. Есеп шығаруға қолдануға болады. Яғни үш барабанды бірдей айналдыра отырып, шыққан есептің оқушыларға нәтижесін сұрауға болады. Spinning Wheel сервис арқылы кез келген түрлі мақсатта қолдана аласыздар. Сіздермен болған Сандуғаш, сіздерге сәттілік тілеймін.